таза ма? Инопланетяндар ұқсай ма? Бұл онсыз ақ та ұқсайсың инопланетян. Алдында түсіп кеткен адреналин. Fire Gym. Адреналин. Шырпылдай бермеші. Қоше. Адреналинге дополнительно тағы да осындай бір несін түрін таптық. Так, адреналин раш. Ягода. Ягодная энергия. Ага. Так, 5%. Малина, Что за малина. 5%? 5% не вижу. 5%. ГЖ. Калорий, да, по-моему. Так, 0,33 объем. 33. Че, не? Состав. Адреналин, Сол, адреналин. таурин, Кофеин. женьшень. В первую очередь женьшень. Қазір Женьшень. көбісі женьшеньмен шығаратын болған. Гуарана, кофеин, женьшень, таурин, витамин В. Все. Ну, стандартный состав. Бұларда өзінше изюминкасы бар екен. Крышка в золоте, да? Позолоченный. Алтын. Так что бутылканы тапсырып жіберсеңіздер болады ломбардқа апарып. Қой, сосын 100 адам барып жүрмесін, адам жынды қылып. Сосын бізге келіп өтірік айтады, мынау сеніп қалмай. Алтын жалатылған дейді да онда. Қандай цвет мынау? Қызыл. Көріп қойдың ғой. Жоқ. Енді малина ғой. Ягода. Мәссаған мынау деген керемет екен. Гранатовый сок сияқты өпіреді екен кәдімгідей. Стандарт 100 граммнан құяды екенсің, да? Опытныйсың ау деймін. Опытный алқаш болса. Көзбен сразу 100 грамм атасың ба? Иісі такой насыщенный деймін. Жоқ, иісі наоборот гранатқа ұқсайды, байқашы. Гранатқа больше ұқсайды. Соны айттым ана ғой. жерде малинаны сөйлеп тұр ма бірдеңе тұр? Иә. Давай ла. Алып қояйық. Красное вино. Да, нет, гранат. Гранат. Анар дегеніміз ғой. Бірақ суретте Малина. то ли малина, то ли ежевика. Біреуі Вкус қалай? кислый, ұнамайды маған. Бұған ұнаған жоқ. Кисловатая. Смотри, соки яблока дейді. Черной моркови. Черной моркови. Тертой? Черной моркови. Не деген жаңалық. Гуглда жазыңдаршы, черный моркови. Не ол? И черной смородины дейді. Қара сәбіз. Черный моркови деген мінесе. Черный моркови қай жақта болады екен? Қай жақта өседі екен? Черный моркови. Черный моркови. Кәдімгідей қара сәбіз екен, е? Енді қара дейсің. Секло. Секла. Соны ұқсайды ғой. Короче. Блин, сегодня его культивируют и употребляют пищу не только в странах Востока и Азии, в Индии, Турции, Пакистане, Египте, но и в Америке, как и в Северной, так и в Южной Корее. В общем, азиатский екен ғой. Скорее всего, енді сол Қытай, Азия. Кімнің телефоны мынау? Ала қойыңыздар. Так что солай түсіндің ме? 1 балл, 1 балл. Мынандай қара сәбіз қосылған үшін бірінші кездестіріп отырмын. Мен де бірінші. Сен жаңа оқымағанда мынандай зат бар екен, мен білмейтін едім. Қара сәбіз бар екен. Енді түсіну керек. Қара сәбіздің қандай қасиеті бар? Не үшін бұл? Неге пайдалы ма, пайдалы емес па? Жоқ, пайдалысы пайдалы болып тұр ғой. Бірақ неге пайдалы екенін түсіну керек та. Оны келесіде бір көреміз, дәмін көреміз. Жаңағы көре бер. Овощ бар осы. Жердің астында өсетін онша пайдалы емес еді. Жердің үстінде өсетіндер пайдалы екен. Тыква, кабачок деген сияқты. Тыква, кабачок деген сияқтылар ол жердің үстінде өседі да, астында өсетін онша пайдалы емес дейді. Кірмен шын ба, өтірік па? Мұндай мүмкін емес. Сонда естігем. Бірақ витамин көті қыссай, қысылып тұр ғой. Болды ғой. Так что мына 1 балл жаңағындай зат. Сәбіз үшін. Кішкене көре жүре маркетинг короче, көретінкесің. Иә. Дәмі онша ұнаған жоқ. Дәмі ұнаған жоқ. Қышқылдау. Микс. Аннан мұнан. Иә, қышқылдау. Бағасы?
340 па 350 теңге короче. Қой одан. Бұл объем кішкентай ғой. Сонымен. Рахмет. До конца іше алмадым. Өздерің көріп тұрсыңдар. Иә. Андай таңдайыңа жапсады екен еще. Бізге Қара морковь тамақтарына жүрмеді ғой, короче. Жоқ. Біздікі емес. Қара екен. Тамақтарымызда өтпеді. Приколын түсіндік қой. Это был прикол. Подъебать хотел, да? Так, мынаны қараңдар. Мынау 300 миллиграмм ба? Қалай миллиграмм? Миллилитр. Не дейді? Фаерган дейді ма? Fire джин. Fire- Огненный джин. Ана сыртындағы суреті бар ғой, адам суреті. Неге ұқсайды екен ана? Рука ножницы деген бар ғой. Қатысады ғой ана. Джонни Депп. Соған ұқсайды рука ножницы да именно. Персонаж. Эдвард руки ножницы. Да. Содан алмайды. Или ана кімге ұқсайды анау? Король шут пе қандай? Иә. Король шут. Короче, мына ішсең бар ғой, мынандай болады деген сияқты. Шашың сондай болайын деп тұр ғой примерно. Сондай болайын деп тұр ғой. Короче, міне, мына жерде наклейкасы бар. Үшеуге қорқып тұр мына. Бір орысша жазу жоқ, бір қазақша жазу жоқ. Бір только наклейкасы ғана бар. Иә. Корейский ғой. Но Бұл Корея. чисто корейский. Южный, северный. Южный ғой. Северныйда вряд ли. Северныйда запрет шығар мұндайлар. Северная Корея Кока-Колаға да запрет қойған. Қой ладно, көп сөз боқ сөз. Түсі сары, сразу айдан. Точкалар бар екен. Не точки? Бұл көз көрмейтін, иә, көз көрмейтін адамдарға арналған. Корейцтер продуманные. Бірінші энергетик, единственный энергетик походу. Мә, иісін. Йоу, дәрі сияқты мынау ғой. Женщин ғой. Таза женщин. Сары айттым ғой түсі. Дәрі көп ішесің ғой. Дәрін көп ішесің ғой. Дәретханаға барасың осындай болады. Мынау көбісіне ұнамауы мүмкін дәмі. Бірден айтам. Жігіттерге де қойып тұр. Міне тағы да бір стакан. Че, братчика, вообще тірі жарай ма? Бүйтіп ренжітпеймін сені. 60% бір нәрсе дейді да, қараш. 60% бір нәрсе да, бірақ не нәрсе екенін құдай біледі да. Переводтаймыз ба? Сен переводтай бер онда тұрып. Біз ішіп көре берейік. Оны отырып алып переводтаудың қажеті жоқ. Иісі мынаның бар ғой, витамин Д ма, иә? Сондай бірдеңе. Комплекс витамина Запах Б. женщины моей деп қойса да. Б. Иісі қызық екен, ол специфический. О. Аузында дәмі өзгеретін. Бір ішкен кезде басқаша болады. Дәл аузыңда ұстап тұрсаң өзгереді дәмі. Түсіндің ба? Не, кофенің де дәмі келеді, иә? Фишкой, короче. Кофенің де дәмі келеді екен, иә? Кішкене, иә, кофеин келеді. Маған ұнады мынау. Маған да ұнады. Енді цена соответствует качеству болып тұр ғой, значит. Аман қанша тұрады мынау? Бұл 300. 300 теңге. концентрат 300 теңге. красного женьшеня 60% дейді. Вот. Высокое содержание кофеина. Сендер мынаны білесіңдер ма? Камераны жаға қойда сразу перевод показывает. С корейского на сразу на русский. Гепаин. В общем, тек қана Білген жоқ. Байқа. кәдімгідей корейский красный женьшень дейді. Кәдімгі переводта отырмасы камераға жақындатып. Мен күшті екен, молодец. Так, жарайды. Погнали. Маған ұнады, аузыңа ішіп дәмін ұстап тұрсаң, энергетикті. Не, дәмі өзгереді. Переливается как-то странно. Бір ғана айтарым. Бұл энергетиктің Иісі онша емес бірақ. Зияннан пайдасы көп сияқты ғой. Зияннан пайдасы көп сияқты? Иә. Бірінші тесіп тұрмын бірақ. Бәрінде сыртында жаман энергетик көп ішуге болмайды, 18 жастан жоғары деп. Мынау бізде иісі онша емес бірақ, иә? Дәмі де иісі де онша емес негізі. Бірақ дәмі маған ұнады. Вкус именно. Переливается прям аузында. Ұнады маған. Бірақ бұны видишь, на заказ алдық тұңға сен, біздің қазір сатылмайды. Заказбен. Енді вдруг бір жерде кездестіріп қалсаңдар, алып ішуге болады.
қолдаймыз. Все, маған Маған да ұнады. Fire Так Gin. осыны Fire Gin жаттап алыңдар. Түсі сары. Мүмкін бұның басқа түрлері де бар шығар, білмейміз. Бірақ енді бірінші рет көріп отқаннан кейін осыны жаттап ала беріңіздер. Келесіде көріп өздеріңіз дәмін көре бересіздер. Ал, иә? Иә? Все, надо. Қолдаймыз. Күшті. Долбоеб, жай хобби.